Сәлеметсіз бе? Бізге тұрғындардың бірі осындай сұрақпен жүгінді. 3 ай бұрын жұмысқа орналастым. Мәмске төлемдер тек осы кезеңде ғана бар. Стационарда жоспарлы ем алуым қажет. Сақтандырылған мәртебесін алу үшін қалай дұрыс төлеу керек? Мәмс туралы заңға сәйкес, мәмс жүйесінде медициналық көмекке құқық алу үшін 12 ай бойы үздіксіз төлемдер қажет. Осы жағдайда қызметкерге өткен айлар үшін төлем жасағаныңыз жөн. Сонымен, егер 2023 жылдың қаңтар, ақпан, наурыз айлары үшін төлемдер болса, онда 2022 жылдың сәуірінен желтоқсанына дейін дербес төлеуші ретінде төлеу қажет. Өткен жылы мәмске ай сайынғы жарна сомасы 3000 теңгені құрады. Еске салайық, аударымдар мен жарналарды өңдеу аудару 3 жұмыс күні ішінде жүргізіледі. Медициналық сақтандыру жүйесіндегі өз мәртебеңізді fms.kz ресми сайты, 1406 байланыс орталығы, қолдау 24/7 мобильді қосымшасы, телеграмдағы сақтандыру бот арқылы тексеруге болады.